Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге Ақмарал. Бүгін біз осындай керемет дәмді болып шығатын панкейк жасайтын боламыз. Керек заттарымызды дайындап аламыз да, бір жұмыртқаны 3 столовый ложка қантпен бірге араластырамыз. Екеуін жақсылап араластырып болған соң 200 грамм жылы сүтімізді құямыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек. Және де бір қасық разрыхлителімізді алып, 130 грамм ұнға араластырып, жай біртіндеп қосып араластырып аламыз. Ұнымызды бірден салып жүрмеңіздер, бөліп салыңыздар, сөгесе ыңғайлы болады. Ұнымызды жақсылап араластырып болған соң, еріп тұрған сары майымызды жақсылап араластырып аламыз. Сары майымызды жақсылап араластырып болған соң, мінекей видеодағыдай сәл қоюлау болып қалса, жарты пиала сүт қосып жіберсеңіздер болады. Мінекей осындай сәл сұйықтау болып шыққаны дұрыс. Піскен кезде де өте әдемі болып піседі. Панкейкті міндетті түрде қатты қызып тұрған сковородкада пісіріп алу керек. Бірінші жағы 1 минуттай піссе, екінші жағы тез пісіп қалады. Мінекей видеодағыдай осындай көпіршіктер пайда бола бастаған кезде, барлық жерінде тесіктер пайда болған кезде екінші бетін ауыстырамыз. Екінші беті тез пісіп қалады. Және де достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей панкейкімізді дайын болды. Сіздер де үйлеріңізде міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады.